Елестетейік, 2000 жылдар. Жұмыстан шаршап шықтыңыз. Үйге барып тезірек демалуды ойлап келе жатсыз. Жолда дүкеннен керекті заттар алуға кірдіңіз. Кассада тұрған сүйкімді қыз сізге артық ақшаның орнына лотерея билетін ұсынды. Жарайды деп ала салдыңыз. Үйге келген соң тамақ дайындап теледидар көруді шештіңіз. Каналдарды ақтарып отырып сол лотерея ойнатып жатқан арнаға тап болдыңыз және қарай салуды шештіңіз. Сандар бірінен соң бірі сәйкес келіп жатыр. Және соңғы сан сәйкес келіп, сіз үлкен суммадағы ақша ұтып алдыңыз. Шынымен осындай болса керемет еді, алма піс аузыма түс дегендей. Сізге сұрақ, шынымен де үлкен суммадағы ақша ұтып алсаңыз не істер едіңіз? Осы сұрақты ойланып, коммент жаза кетіңіз. Ал мен сізге келесі оқиғалар арқылы бұндай жағдайда не істемеу керектігін көрсетемін. Норфолк тұрғыны Майкл Кэрролл 2002 жылы лотереяны шамамен 10 миллион фунт ұтып алып, бүкіл елге танымал болды. Қазақтың теңгесімен шамамен 6 миллиард теңге шамасында. Бірақ көп ұзамай Майклдың атағы жанжалдармен шатасып кетті. Ақшаны алғаннан кейін Майкл жаңа зәулім үйінде үлкен кештер өткізіп, ішімдіктер мен есірткілердің құшағында болды. Дәл осындай өмір салтын ұстанған адам ерте ме кеш пе күйрейтіні анық. Майклды да сол күтіп тұрды және барлығы солай болды. 30-тан кейін 10 жыл өткеннен кейін 10 миллион фунт толығымен жойылып, қазір 35 жастағы Майкл ағаш жарып, көмір тасып сағатына небәрі 10 фунт алады. Бүгінде Майклдың жұмысы таңғы 6-да басталып, 12 сағатқа созылады. Айтуынша, күніне 50 килограммдық қаптарды көтеріп, сату үшін ағаш жабады. Шамамен күніне 150 қап көмір толтыруы керек. Өткен өмірі жайлы сұраса, Майкл еш өкінбейтінін айтады. Керісінше, тақырға отырғанына қуанады. Себебі 140 келеден 100 келеге дейін салмақ тастаған және беті күйе болғандықтан көбісі оны тани бермейді. Қосалғанына күніне жұмысында шайға деп беретін бірнеше фунтқа разы екен. Майкл лотереядан 10 миллион фунт ұтып алған кезде 19 жаста болған. Ұтыс жеңімпазы жарияланып жатқан кезде ол масайған күйі төбелескені үшін полиция мекемесіне жатқан. Ақшаны алғаннан кейін де ештеңе өзгермей, төбелестер оның ажырамас бөлігіне айналды. Үлкен байлыққа ие болған соң Майкл шамамен бір 30 рет сотқа шақырылды. Оның сотқа келгенінің өзі бір кино еді. Әртүрлі спорттық көліктерді ауыстырып, мойнына үлкен алтын алқалар тағып келетін. Ал жол жөнекей жиналған халыққа гамбургерлер мен наггетстерді лақтыратын әдеттері болды. Көптеген сұхбаттарында ол күніне 10 мың фунт жұмсайтынын және 4 мың әйелмен төсектес болғанына мақтанатын. Ақпарат құралдары Кэрроллды оңбағандардың патшасы деп атап кеткен. Осындай шалқы өмір сүріп ертеңін ойламаған Майкл 2012 жылға қарай күтпеген жерден ақшасыз қалғанын түсінеді. Барлық байлығы көңіл көтеруге жұмсалды. Біраз уақыт өте Бай ауданында орналасқан Майклдың үйінен 10 мильдік жердегі көптеген мекемелер ақшасыз қалған жігітті кіргізуден бас тартты. Ақшасы біткен Майкл күн көру үшін мал-мүлкін сатты. Жаңа өмір бастауды шешіп, Майкл Шотландиядағы Элгин қаласына көшіп, қазіргі жұмысын тапқан. Қазір ол бір бөлмелі пәтерді жалдап тұрады. Жұмысқа жаяу немесе көлікпен жетеді. Майкл әлі де кейде лотерея ойнайды. Дегенмен оның айтуынша, егер тағы да бір рет ұтатын болса, қазіргі өмір салтын өзгертпейді. Майклдың керемет өмірі сағызша созылып 10 жылға жетті. Соңында аман-есен бұрынғы жұмысына оралды. Бірақ келесі кейіпкеріміз өмірін екінші рет бастауға мүмкіндік алғанымен, барлығын өте өкінішті аяқтады. Дэвид Ли Эдвардс, Кентукки штатындағы Эшленд қаласында өмір сүрген сотталған қызметкер болған. Ол банк тонаған үшін түрмеде отырған. Дэвид Ли Эдвардс түрмеден шыққаннан кейін соңғы ақшасына су, пицца және 2 лотерея билетін сатып алды. 27 миллион долларлық джекпот ұтып алды. Әрине, одан соң өмірін түбегейлі өзгертті. Миллионер болғаннан кейін Дэвид ең бірінші өзінің сүйіктісі Шона Маддаксқа үйленді. Олар Калифорния штатындағы Малибу қаласында неке қиды. Кейін ғашықтар ақшасын шашуға кірісті. Алдымен Дэвид Palm Beach Gardens, Флорида штатындағы жабық аумақта 1 миллион 600 мың доллар тұратын ауданы 6000 шаршы футты зәулім үйді сатып алды. Бірақ ол оған жеткіліксіз болып, көрші тұрған үйді өзінің аумағына 600 мың долларға сатып алып қосып алды. Эдвард тағы да миллион долларды қымбат көліктерге жұмсады. Соның ішінде 90 мыңдық көлік және 200 мың долларлық Lamborghini Diablo. Бірақ ең қымбат сән-салтанаты 1,9 миллион доллар тұратын жеке ұшағы болды. Майклға қарағанда сәл ойланып, инвестицияға үміттеніп, ол 4,5 миллион долларды талшықты оптикалық кабель орнату компаниясы мен лимузин өндіру бизнесіне жұмсады. Тіпті қызы Тиффаниді күту үшін бұрынғы әйеліне және оның күйеуіне жарты миллион доллар төлеген. Ол өзінің 27 миллион долларынан алғашқы 3 айдың ішінде 3 миллионын жұмсап үлгерді.
Ал бір жыл өте шығын 12 миллионға жетті. Кенеттен байып кеткен адамдардың басты мәселесі артық шығындар мен есірткі. Дэвидтің де өмірі құрдымға кетті. 2006 жылға қарай Эдвардс пен Мэддокс ақшасыз қалды. Соңында әйелі тастап, басқа адамға тұрмысқа шықты. Кейін бұрынғы әйелі және оның күйеуі Дэвидті өз үйлеріне алып келіп, оны хоспингке орналастырды. Өмірінің соңына дейін ол қарызға батып үлгерді. Соңғы жылдарында Эдвардс есірткі сақтау мәселесіне байланысты бірнеше рет заңмен қиындықтарға тап болды. Оның ішінде крэк есірткісі бар еді. Сондай-ақ ер адам инъекциялық инені пайдалану арқылы гепатит жұқтырды. Содан соң оны бұрынғы әйелі алып келген ақшашы жоқтар емдеу орталығында 2013 жылы бұрынғы миллионер 58 жасында қайтыс болды. Дэвидтің оқиғасы қайғылы аяқталды. Келесі кейіпкеріміздің оқиғасы одан да ауқымды және қайғылы. Дэвидтің 27 миллионымен салыстырғанда Джек Уиттекер 300 миллион доллар ұтып алды. 2002 жылы америкалық құрылысшы Джек Уиттекер ең үлкен лотерея ұтысын жеңіп алды, шамамен 300 миллион доллар. Бірақ салықтардың барлығын төлегеннен кейін ол тек сумманың жартысын ғана алды. Алайда өзінің ұлы ұтысына қарамастан, Джек кейінірек жеңіп алған билетін жыртып тастағанына өкінгенін айтты. Ақшаны алғаннан кейін Джек дереу лотерея билетін сатып алған дүкенге қайта барып, сатушыға 50 мың доллар ақшалай беріп, 160 мың долларға үй сатып алып, қоса үстіне жаңа көлік сыйлады. Содан кейін миллионер өзіне сәнді Lamborghini сатып алып, қайырымдылық көрсеткендей көліктің ішінде отырып терезеден ақша лақтырды. Алайда көлік алған соң, бірнеше күннен кейін ұрылар оның ішіндегі 700 мың доллар ақшаны алып кетті. Бұл ақшаларды Джек еш жерге сақтамай чемоданға салып өзімен бірге алып жүрген. Уиттекерден басыңыз істей ме? Неге мұндай ақшаны өзіңізбен бірге алып жүрдіңіз дегенде, себебі ақша менде бар деп жауап берді. Сонымен қатар Джек көптеген ақшаны қайырымдылыққа аударды. Бірақ бірнеше ай өте, ештеңеден сабақ алмайтын Джектің Lamborghini көлігіндегі 250 мың долларды тағы да ұрылар алып кетті. Көп ұзамай Уиттекер немересін жоғалтып, алкоголь мен құмар ойындарына кіріп кетті. Әр апта сайын казинода бірнеше миллион доллар ұтылып отырды. Кейінірек казинолардың бірі 2 миллион доллар көлеміндегі қарызын төлемегені үшін құрылысшының үстінен арыз түсірді. 42 жыл некеде болған Джек Уиттекердің сол кездегі әйелі Джоэл Уиттекер 2008 жылы ажырасуға арыз беріп, қалған ақшасының көп бөлігін өзімен бірге алып кетті. Ал Джек толықтай күйреп, кедей адамға айналды. Көптеген қаржылық соттар мен жеке мәселелерден бастан кешірген соң, берген сұхбатында лотерея билетін сатып алғанына өкінетінін айтқан. Келесі оқиғамызда ақшаны ала салып шалқып өмір сүруді таңдап, әбден қарызға батқан Джеральд Мусваген жайлы. 1998 жылы канадалық Джеральд Мусваген лотереядан 10 миллион доллар ұтып алды. Ал 7 жылдан кейін жинақтаған қарыздардың салдарынан өмірден озды. Жеңісін қолма-қол ақшамен алғаннан кейін Джеральд өзіне және достарына бірнеше жаңа спорттық көлік, бірнеше килограмм зергерлік бұйымдар мен қымбат ішімдіктер сатып алды. Бірнеше айдан кейін Мусваген үлкен үй алып, үй өте тез арада күнделікті кештер өткізетін алаңға айналды. Онда көп мөлшерде ішімдік пен әйелдер болды. Ақша таусылып келе жатқанын байқап Джеральд бірнеше миллион долларды орман кесу және ағаштарды өңдеумен айналысатын дайын бизнеске салуға шешім қабылдады. Алайда бірнеше жылдан кейін төмен сатылымдар мен жинақталған қарызы салдарынан Мусваген бұл бизнесті үлкен шығындармен сатуға мәжбүр болды. Ақырында Мусваген досының фермасында ауыр жұмыс істеп, өмір сүру үшін ақша табуға мәжбүр болды. Тілшілердің мәліметі бойынша, Мусваген достарына бай өмірі оны құртып жібергенін жиі айтыпты. Қарыздардың суммасы көбейіп кеткендіктен, Джеральд Мусваген 2005 жылы ата-анасының гаражында өз өміріне қол салды. Келесі кейіпкеріміз қателескенімен жоғарыдағы байлыққа кенелген еркектердің қателігін толықтай қайталамады. 2006 жылы британдық қарапайым Макдональдс жұмысшысы Люк Питтард өзінің қалыңдығымен бірге лотереядан 1,3 миллион фунт стерлинг ұтып алды. Ол ұтыстың көп бөлігін Канар аралына сапарға, өте сәнді үйлену тойына және үй сатып алуға жұмсады. 6 айдан кейін барлық ақшалар таусылып, Люк пен оның әйелі Макдональдсқа қайта жұмысқа оралуға мәжбүр болды. Себебі олар өздерін және элиталық ауылдағы үйлерін асырау үшін ақша табуға тиіс болды. Бірақ көп ұзамай оларға үйлерін сатуға тура келді де, қарапайым ауданға қайта көшіп барды. Кейбіреулер мені ақымақ деп ойлайды. Бірақ мен үшін өмірдің мәні тек ақша емес. Мен миллионер болғанға дейін Макдональдста жұмыс жасағанды ұнататынмын. Және қазірде қайтадан мұнда жұмыс істегеніме қуаныштымын, деді ол 2008 жылы берген сұхбатында. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Соңына дейін қараған үшін minnetті рахмет. Жоғарыда айтылған оқиғалардың барлығы білім мен қаржылық сауаттылық болмаса, көп ақшаның пайдасы жоқ екенін дәлелдеді деп ойлаймын.
Ақша ол үлкен мүмкіндіктер алып келеді, бірақ оны дұрыс қолдана білу керек. Шығарылым пайдалы болды деп ойлаймын. Соңына дейін қарағаны үшін тағы бір рет рахмет. Сау.